Сәлем достар, қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Бүгін біздер осы дәптерге бүкіл аттарды жазып шығатын боламыз. Қыздардың и ұлдардың атын жазып шығатын боламыз. Міне бірінші бетіне бүйтіп ертең демалыс, қолым бос, мына бүйтіп сызғышты алып бүйтіп ол қыздар, ұлдар деп жазып қоятын боламын. Сосын мынаның астына қыздарды әдемілеп жазып қоямын. Ұлдарды, қыздарды бәрін жазып қоятын боламын. Аяқтың бәріне жазып қоятын боламын. Мен, стримға кіре алмаймын. Стримға кіргім келеді, бірақ қолым босамай қалады. Қазір телефон сұрап қалады. Стримді отқан кезде телефон сұрап қалады. Сол үшін мен стримға кіре алмаймын жазған кезде. Міне осақа ертең комментарияға жазып кетіңіздер. Комментария ашық болса жазып кетіңіздер. Қандай аттар жазайын? Күшті қыздардың, күшті ұлдардың аттарын жазып кетіңдер. Мен ертең мынаны бәрін толтырып, қыздар, ұлдар деп жазып шығамда, сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Айдана дейіңіз, Айша дейіңіз, Жайна дейіңіз, Кәусар дейіңіз, Аликош дейін, Дамир дейсің, болады, бәрін жаза берем. Комментарияның бірден бастап көпке дейін барса, соның бәрін жазып шығам, Сосын сіздерге көрсетемін. Сосын тағы да жазамын. Мынау бірінші жаз. Дәптер аттар жазу деп жазып қоям. Ішіне бәрін жазып қоям. Сөйтіп жазып қоям. Бүгін мен түнде түсіріп жатырмын. Менді таңертеңге дейін жазып қойыңыздар. Таңертең тұрып мынаны жазатын боламын. Всем пока! Аттарды жазып кетіңіздер, күшті аттарды бәрін жазып кетіңіздер. Пока-пока, достар!